Бүгін біздің Байекеңнің айлықтары түсіп жатыр жан жақтан. Соны қарап отыр, бүгін Каспиім қақалып шашалып жатыр, қараш деп. Өзім 78 мыңнан басталған. Өзім 12-де тұрғам. 6400-ге тамақ ішкен, Нұрмарқа барып, жұмадан кейін. Вот содан кейін уже басталған. Жұмада көп садақа бергіз қой дейме? Тақтаймыз ғой оны. Содан кейін бірінші компаниядан 800, почти 900 мың зарплат жібереді ғой. 100 мың қарыз қайтарып тастағасын, 51 мың теңгесіне кредит жауып тастағасын. Сүйсем одан 1 теңге 5 тиын не берген ғой, бонус берген ғой. Жоқ, астатық деген ғой, қайдағы бонус? Қайтарған ғой енді бәйтеу. Сосын кейін екінші компаниядан оншама 1 500 тағы да зарплат жіберіп тұр ғой. Сөйтіп қарап отырсам, тың етіп, тағы бір 5-6 минуттен 46-52 дейсің. Қарап қайқасам, бір заманда бауырым 50 мың теңге қарызын қайтарып тұр ғой. Жан жақтан жауған ғой. Мәз болып кетіп банктен барып 2 миллион шешіп алғасың ғой. Еще 2 миллион шешсең, комиссия ұстамайды ғой. Бүгінгі тәлей не деген дейсің ғой. Оңынан жанып тұр екен. Сөйткесінде бауырыңа 10 мың теңге жер қойғасың. Недеге тақсы? Бұл енді айлық кіріс. Мына жақта жылдық кіріс ол ИП-да. Қане? Ё-моё, 53 миллион 360 мың 080. Бұл ИП-дағы базар құтты болсын. Братан.